Ірімшіктен көп түрлі тәттілерді әзірлеуге болады. Ал мен сіздерге дәл осы рецепттегі ватрушканы әзірлеуге кеңес беремін. Себебі басқа тәттілерден жұп-жұмсақ, әрі ерекше, әрі өте дәмді болып келеді. Каналымда жаңадан болсаңыз, каналға тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіз. Сонымен біз бастаймыз. Сүтіміз қол күймейтіндей ыстық болуы қажет, және де оған шекерімізді қосып, тұз, ашытқыны салып, ерітіп аламыз. Жұмыртқамен сарымайымызды ерітіп салып аламыз. Сарымай қатты ыстық болмауы қажет, ол да кішкене еріген болса жеткілікті. Жұмсақ қамыр болғанға дейін аз-аздан ұн салып отырамыз. Қамырымыз біркелкі болу үшін алдын ала венчикпен барлық түйіршіктерін жазып аламыз. Содан соң барып ұн салып жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз дайын, үстін жабып, жылы жерге 1 сағатқа қойып қоямыз. Қамырымыз көтерілгенге дейін начинкасын, яғни ірімшікті тәтті дайындап аламыз. Ол үшін бізге өзіңіз ұнатқан ірімшік және де азғана құйылтырылған сүт қажет. Бір жұмыртқаны салып, вилканың көмегімен жақсылап біркелкі болғанға дейін езіп аламыз. Қаласаңыздар, блендерді қолдансаңыздар да болады. Менде ірімшік қатты болғандықтан мен блендермен езіп алдым. Дүкендегі творогтардың құрамында кейбіреулерінде тәтті болғандықтан шекер қоспасаңыздар да болады. Егер шекерсіз болса, міндетті түрде шекер салатын боламыз. Көтеріліп шыққан қамырымызды домалақ шеңберде жайып аламыз. Торттың формасына арнайы осылай сызық сызып алдым мен. Сол сызық бойынша біркелкі етіп кесіп аламыз. Қамырдың кесілген талшықтарын біреуін жабыстырып, біреуін қалдырып отырамыз. Содан соң барып, X-тің үстінен қалған қамырды жабыстырып отырамыз. Түсінікті болу үшін видеоны жоғарыдан жай етіп көрсеттім. Алдын ала бір қамырды жабыстырамыз, біреуін тастап, екіншісін жабыстырамыз. X көріністе болған соң, ортадағы қамырды үстіне жабыстырамыз. Көріп тұрғандарыңыздай сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Өздеріңіз ұнатқан тәсілде, қалаған түрде, қаласаңыздар қолдың көмегімен жай ғана қамырды бүгіп барып жасасаңыздар да болады. Бұл өз қалауларыңыз бойынша. Қамырымыз дайын, ендеше творогымызды үстінен салып аламыз. Үстінен жұмыртқаның сарысын жағатын боламыз. Жұмыртқаның сарысына 1-2 қасықтай сүт араластырып жіберсеңіздер, ол біркелкі әдемі болып жағылатын болады. Алдын ала қыздырылған пешімізде 170-180 градуста 25-30 минуттай пісіріп аламыз. Беті қызарса жеткілікті, сонымен дайын. Рецепт сіздерге ұнаған болса, каналға тіркеліп, лайк басып, төменде өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер.